Қайырымдылық адамның асыл қасиеттерінің бірі. Кісінің айналасындағы адамдарға деген ықыласы мен көмегін, адамгершілік қарым-қатынастарын білдіреді. Біреуге жақсылық жасау, рақымды, мейірімді болу, жан жылуын беру қайырымды адамдардың ғана қолынан келетін ерлік іс. Қайырымдылық жасасаң, қайырын көресің деп дана халқымыз айтқандай, Арқалық қаласындағы облыстық нөмір 2 әмбебап ғылыми кітапханасы өнер бөлімшесі қызметкерлерінің ұйымдастыруымен «Ана сен құдіреттісің» әлемдегі тақырыбымен 8 наурыз халықаралық әйелдер күні мерекесіне қарсы Арқалық қаласында тұратын күміс алқа, алтын алқа иегері Батыр ана Кәмшат Тоқсанбекова отбасына барып, мерекелерімен құттықтап, қайырымдылық іс-шарасын өткіздік. Отағасы Тоқсанбеков Әділбек Семқараулы мен 9 бала тәрбиелеп отырған Батыр ананың қолында 78-ге қараған енесі Тоқсанбекова Күлдірайхан Иманбайқызы 15 немере 9 шөбере сүйіп отырған Данагөй бақытты әже. Батыр ананың ержеткен балалары арнаулы орта білімді, бір маман иесі, үлкендері тұрмысқа шыққан. Қайырымды істер марафоны бағдарламасымен аналарды мерекелерімен құттықтап, өз тілектерімізді білдіріп, азғантай сый-сияпат жасадық. Данагөй қарияға басына ақ жаулық салып, келіні Батыр анаға сый-сияпат жасап, кішкентайларына тәттілер ұсынып, қуантып тастадық. Қария ана батасын беріп, үй отағасы мен Батыр ана шынайы ықыластарын білдіріп жатты. Жасаған жақсылығымыз Алладан қайтсын деп, көп балалы отбасына азда болса қайырымдылық жасап, өз парызымызды өтегендей болдық. Benim yaşım, 40 yaşından da aslında aynalı. Arkasında arkamızda aşkı yerimiz teş tutmamda yaşamak. Oy olsun, kirinlerim oy olsun Allah'tan. Allah olsaydı Allah'tan kesince. Şu kadar gece sanırım şu verilerimde. Bir şey oldu. Onu tutmadım ben ki. Nimelerinin özüyle de 15 yaşta. Şu verinin özü 9'da sondayım. Arkasında otunda kuruyu verin de gözlerinde. Öbürlü şöbürlü olun, yemerin şöbürü çöp jetsindir. Soğan jetkisin Allah'tan. Ayıtkanız kesin, ayıtkanız kesin. Yetik keremet. Енді Батыр ана